Жүрген ұлт жанашырының бірі қандасымыз Түркиядағы қазақ қауымдастығының өкілі Мимар Синан көркемөнер университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, осы қазақ әлемі кітабының кейіпкері Стамбулдан Әбдуахап Қарамырзаның тілегін тыңдайық. Құрметті туыстар, сіздерге İstanbul қаласынан жалынды сәлем. Бүгін сіздер елордасы Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық академиялық кітапханада Қазақ әлемі атты кітаптың тұсаукесеріне жиналып отырсыздар. Бұл тұсаукесердің табысты өтуіне тілектестік білдіремін. Бұл кітап менің ойымша маңызды еңбектің бірі болып тарихта өз орнын алады. Өйткені мұнда әлемнің 25-тей еліне тарыдай шашыран қазақтың 50-дей табысты өкілінің өмір баяны әңгіме етілуде. Бұндай кітапқа мұрындық болған, жағдай жасаған отандастар қорына, дүние жүзі қазақтары қауымдастығына және де еңбек еткен азаматтарға алғысымды айтамын. Өйткені бұл кітап тек қана жеке адамдардың өмірі емес. Онда шетел қазақтарын тағдыры да, мәдениеті де, мұңы да, қайғысы да, қуанышы да, барлығы да баршылық. Түрікте бір сөз бар, құрметті туыстар. Söz uşadı, жазу қалады дейді. Біз шетел қазақтары туралы көп әңгіме айтамыз, бірақ бұның бәрі мұт қалады. Ертең артта қалатын осы кітап. Бұл кітап ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Және де дүние жүзі қазақтарының басының бірігуіне, ынтымақтасуына да менімше септігін тигізеді. Өйткені қазақ бір-бірін таныған сайын берекесі, ынтымағы күшейе түседі. Өйткені адам бір-бірін танымаса, әрине алыстай береді. Сонымен қатар бұл кітапта тағы бір құнды дүние бар екен. Мен кітаптың бірінші томмен танысып шықтым. Бұндағы қазақтар табысқа жеткен адамдар екен. Бұл кісілердің өмір баяны арқылы олардың қалай асулардан асып, қиыншылықтардан шығып, табысқа жеткенді байқайсыз. Міне осы тұрғыдан алғанда, әсіресе жастарға табысқа жетудің жолдарын да көрсететін сияқты. Бұл тұрғыдан алғанда, бұл кітабымыз әлемдік маңызға ие. Жастарға құлақ қағыз, бұл жарнама жасауымыз жастарға құлақ қағыз болсын. Шынында да осы кітапты біз енді электрон нұсқасы арқылы оқи аласыздар. Жалпы шекараның ағаш еліндегі қандастарымызға, ұлттық мәдени орталықтарға кітап үйінде таратамыз. Шынында да оқыса да ақылдың кені абай айтқандай, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді.